Ал бүгін жұмысты қойып, Ирақа. Неге любой отырыста тек сен заказ бересің, неғып біз сен жеген нәрсені жеу керекпіз. Мына асқа жақында қолап, өзінің осындай шиіміздігіне рахмет айтып отыр. Құласа сынып қалатын едім дейді. Көгерген, ана жер бәрі көгерген. Көрсет жаңа неңді. Давай. Жанар бүгін Марков болып тұрсың ғой кәдімгідей. Соламай мен сені бар ғой, снеговиктің мұрнына тықпай керек қой. 31-ге келген, 31-дің жасында өзге жанға қасқандай, жасырынғы келгенде. Давай. Мына қазір 31-ден шығарып жіберейік деп тұрмыз. Қазір заказ бергеннен кейін көрсетемін не заказ бергенімізді. Любой салат заказ бере берші! Инстаграмды ашып қойсаң, бәрі Таиланд аяқты жүр. Жалғыз өзім Қазақстанда жүрген сияқты болып, сол ойлап отырмын. Құдай қаласа ертең мен де жұрттан қай жерімгенмін деп Қызылордаға барып кетпесем. Прикол қалай, братан? Сіздерде бар ма андай таңертең ұйқыдан тұрғанда қандай ән естисің, сол әнді кешке дейін айтып жүретін. Қап-қараңғы бөлмелерде, жап-жарық бірдеңеде деп, мен 3 сағат болды зарлап жүргенде. Соны айтайын деген ғой, ағай. Бір жерге бару керек еді. Не болып кетті? Білмеймін. Таиландқа ма, Дубайға ма, шашық сартуға ма бір жерге бару керек еді. Ай! Барамаймыз ау ешқайда. Неге? Қайрекен келді Қызылордаға. Күн жанып тұр. Күн жанып тұр, күн шағылып тұр. Бүкіл қазақ Таиландта жүр. Таиландта жүр. Жартысы Меккеде жүр. Қай жаққа барып ақиқат іздейміз, соны айтыңызшы. Ақиқат. Төлеғалидың әнін тыңдасақ. Сұраққа жауап жоқ, сондықтан бүгін біз өзіміз түсінетін затпен Сірелі, Жірелі Қызылордадамыз. Сірелі, Жірелі деп көбісі Сырдариямен шатастырады. Құранның сырларын жырға салған қасиетті киелі Қызылордадамыз. Сондай жерде екенбіз, оказывается. Мына кісі грустетіп жүрген шығар.